Абайдың 24-ші қара сөзінде адамға ең керекті қасиет туралы айтылады. Ол не деп ойлайсыз? Қазір бірге тыңдап көрейік. 24-ші сөз. Жер жүзінде 2 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мақтаналығы, мал іздеу, өнер іздеу, жұрт тану ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, жаулап, ұрлап, кірпі қақтармай отырғанымыз. 3 миллионнан артық халқы бар дүниеде бір қала да бар. Дүниенің бас аяғын 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Өстеп жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, біріміздің біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды төзден, бөтен жақтан тозу жолмен іздеп, өрістірлік күн болар ма екен? Ай, не болмас. 100 қараға 200 кісі соған қадап жүр ғой. Бірін-бірі құртпай, құрымай, тыныш таба ма? Міне Абайдың 24-ші қара сөзі осылай дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл сөз бүгінгі өмірде де маңызды ма? Осындай мағыналы сөздерді бірге тыңдағаныңыз келсе, арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода Абайдың тағы бір қызықты қара сөзін оқимын.